Ассалаумалейкум. Сәуір айының ортасында үлкен Алматы көліне барамын деп, президент бағы жағындағы аялдамаға жетіп, автобусты күттім. Алайда автобус ұзақ келмеген соң таксиге мініп кеттім. Бағыма орай таксист мені Аюсай шатқалынан кейінгі экопостқа дейін жеткізіп тастады. Экопосттан өткеннен кейін мына белгіге қарап, үлкен Алматы көліне апаратын құбыр жолын таңдап оңға қарай кеттім. Мына жерді көріп тұрсаңыздар, осы труба жалпы осы жерден шыңына дейін 3 шақырымдай деп тұр. Бағанағы басталатын жерінен. Шыққаным азақ негізі. Гонконгтағы Шаолинь, Гонконг деймін ғой. Шаолинь монахтарын тренировкасы жүрген сияқтымын. Кейінді. 3 сағат шығын атөлі. Алмай. Әдем енді. Мен мына жақта қиналғаным түк емес екен. Өйткені алдымда мал күтіп тұр. Осының үстінде көл. Қайда жүрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Етегіне келдік көлдің. Мынау кәдімгі таудың ішіндегі бір жазықтық сияқты бір жайлау сияқты жер екен. Әдемі. Қараңызшы артында. Тауды қараңызшы. Ауа. Қандай керемет. Көлдің етегіндегі серпантиндерін өтіп, ақыры көлдің деңгейіне жеттім. Аллаху акбар. Аллаға шүкір жеттік. Бекерден бекер. Мына жер Тәңіртау деп атамайды екен. Мен детер ишу керек қойдым маған. Ойбай, сорпам шығып кетті. Дегенмен керемет жоқ екен. Аға айтып жет маған жақын жер қалды деп. Жетеміз бұйырса. Тура осы сәтте үлкен Алматы көліне осы уақытқа дейін неге келмегенімді түсінбедім. Аллаға шүкір, осы жолым болды. Ендігі жолы қалмауға тырысамын. Қайырлы күн, сөйтіп міне үлкен Алматы көліне жеттім. Соның жоғары жағында осындай бір отыратын тамақ ішетін жер бар екен, міне. Сол жерге келдім. Артымда не үлкен Алматы көлі. Осы жерде негізі жеген ішкен тамақты салмауға тырысамын, дегенмен өзім осы жылы жаңа форматтарда видео түсіргім келді да. Мукбанг дейм әйтеуір тамақты жегенді түсіретін болып болады. Сол форматта түсіргім келді. Көп бір андай бір тамақ емес, әйтеуір. Бірақ мына тауда мынандай шаршағаннан кейін шынымен кәдімгі таңғы ас ішіп шықсам да өте қатты қарным ашып тұр шынымен де. Ашық, сөздің ашығы. Тақиямды шешіп қойсам болады. Жалпы не алдым? Жаңа жолдың бойында құйып алған суым бар. Қызанақ, помидор, қияр алдым. Так, сосын өзіммен бірге кеше әке-шешеміз қонаққа барған тойға. Сол тойдан келген сарқыт таңертең сауып алып кеттім. Қатты қуанып тұрмын, себебі бұның ішінде тауықтың да еті, балықтың да еті, жылқының да еті, в общем, барлық ет бар, сиырдың да еті бар. Мынандай тауда бұндай тамақ жеу енді өте бір үлкен ғанибет болып тұр өзіме. Нансыз болмайды. Бүйтіп көрсете берейін бір деп. Так, мынау балық. Тауық қуырылған. Мынау ашқан жоқ бүгін жол бойы. Тауық тоже.
Тауықтың қанаты. Әжептәуір салыппын ғой. Міне сиырдың еті. Және ең бастысы ол қазы. Ғажап. Бүйтіп қуанбаппын тамаққа. Міне. Ал нанымыз бар тағы бір. Бұдан тыс ең қатты қуантатын зат арнайы. Бірінші рет Серкебайдың тауына шыққан кезде, Серкебай тауына қатты үлкен емес, бірақ шаршатып жіберді мен қатты. Сол кезде сумкама мохито мен сэндвич салып алғам. Тура сол секілді осы шоуда сол дәстүрді жалғастырып, бір газдық сусын, кока-коланы салып алдым. Нан дәмі тура қазір мен үшін мынау керемет әрине, бірақ нан дәмі қазір ерекше болған деп тұр. Аш қарынға бола ма екен? Жарайды, бірінші не болса да көрейік. Бісміллә. Бисмиллахиррахманиррахим. Шіркін-ай. Жеткізе алмайм. Бүгін чайдың орнына осы менде. Бұның бәрін точно бітірмейтін шығармын. Дегенмен дәм татты жайға. Бисмилля. Қазір енді жаяу түсем, ары қарай көреміз. Жалпы ары кетсе 5000 кететін шығар. Бай қарасам, үлкен сома емес. 5000 теңгеге осындай жерде, осындай табиғатта міне отырып, тамсанып, тұтыну деп маркетинг сабақ берген тұтыну деп айтарым. Жалпы тамақ жеу енді. Ғажап шіркін, мен мына сезімді жеткізе алмаймын енді. Ой, Құдай. Қой көрсін бе, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де, миым аман болсын де, үйім аман болсын де. Қой көрсін бе, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де. Қандай үлкен терең телефонмен енді тырысып отырмыз бірақ. Тоқетері не көлдің жағасында. Осыдан ары қарай жақындайсам айғайлайтын сияқтан жақтан маған. Енді маған қатты керек те емес, шыны керек. Осы жердің өзіне біраз жеткеніме шүкір. Көл бәрібір беті мұз болып қатып тұр. Соның өзінде әдемі болып тұр жалпы. Үлкен көл екен, есік көлінен де үлкен екен, толған кезіндегі. Көлемі дәу екен. Қар мен былтырғы шөптің түсі араласып әдемі болып тұр. Ертең көк шыққанда тіпті әдемі болатын секілді. Сол көз тоймай жатыр, шынымды айтайын, кеткім келмей тұр. Бірақ кету керек, үйге қайту керек, жұмыс істеу керек. Алайда арасында осындай уақыт тауып тұруға болады екен. Бопты, жарайды, кеттік. Қалайсыздар? В общем, таксиге отырдым қазір. Қытай туристері келіспей жатыр ақшаға. Остановкаға дейін жетіп алсақ,
сонымен қайтамын. Негізі шүкір өте жақсы бір серуен болды. Мына бетім, ё-моё, бетім не болып кеткен, ауа. SPF крем жақтым ғой. Жарайды, шүкір. Өте керемет вакация. Қайта келемін, бұйырса келесі келгенде палатамен келіп қону керек екен. Себебі шынымен де жүрген шаршап қаласың. Және кеш тез батқаннан кейін қызығын көріп үлгермей қаласың. Жалпы азық-түлік алып, жаңағыдай плитка алып пісіріп кету керек, в общем.